Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға палау дайындайтын боламыз. Менің дайындау тәсіліммен жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдымен керек қоспалардың барлығын жуып, тазалап, турап дайындап алдым. Қазанымызға майды құйып, үстіне қызғаннан кейін етімізді салып, қуыратын боламыз. Етімізді сәл қуырғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз және дәмдеуіштерімізді қосамыз. Барлығын араластырамыз, пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Сәбізімізді салып сәл қуырамыз да үстіне су құямыз. Бір араластырамыз да қақпағын жауып, жай отта 35-40 минут әбден пісіріп аламыз. Чесноктарымызды саламыз. Чеснокты целый күйінде салуға да болады. Етімізді пісіріп алғаннан кейін жуып тазалап күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді салып алғаннан кейін бір араластырып, осылай жаймалап қоямыз. Егер су аз болатын болса, үстіне аздап су құясыздар. Бірақ көп емес. Осы кезде қазанымыздың астындағы отты көбейтіп, қақпағын ашып, сәл буландырып аламыз. Қазанымыздың қақпағын жабамыз. Суы тартылғаннан кейін барлығын ортаға жинаймыз. Содан кейін қасықпен осындай тесіктер жасап қоямыз. Қақпағын жабамыз да бетін орамалмен орап, астын өшіріп жарты сағатқа бұқтыруға қойып қоямыз. Жарты сағат тұрғаннан кейін палауымыз дайын болады. Күріштеріміз бір-біріне жабыспай бөлек-бөлек болып, осылай дәмі де керемет болып дайын болады. Бетіне көк шөптер сеуіп дастарханға ұсынатын боламыз. Менің палау дайындау тәсілім осындай. Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Меруерт.